деңгейі өте жоғары. Талап о да жоғары. Конкурс негізі осылай өту керек. Күнделікті күнде ойнап жүрген күйлерді емес, ойнанмай жүрген, орындалмай жүрген күйлерді. Бұл нені білдіреді? Бұл Құрманғазы бабамыз, тек қана Құрманғазы бабамыз басқа бір конкурстар өтіп жатса, сондай біздің күйші бабаларымыз көп қой енді бізде. Солардың орындалмай жүрген күйлерін орындау, соның бәрін бағдарламаға енгізу керек әрқашанда. Осы Атырау өңірінде ұйымдастырылып жатқан Құрманғазы конкурсын оңай конкурс емес. Бұл жерде белгілі қазақ өнерінің майталмандары, ол кісілердің алдында домбыра тартқанның өзі бір үлкен мәртебе деп ойлаймын.